Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? 10-шы сынып Қазақстан тарихы пәні. Бүгін сабағымыздың тақырыбы қазақ халқының материалдық мәдениеті және қолданбалы өнері. Осы сабақта қол жеткізетін басты мақсатымыз мәдениет, дала мәдениеті, материалдық мәдениет, рухани мәдениет, қолданбалы өнер, мәдени мұра түсініктерін қазақ халқының мәдени жетістіктерін сипаттауда бағалау критерийлері материалдық мәдениет туралы түсініктерін кеңейтеді және түрлерін анықтайды. Қазақ халқының материалдық мәдениеті және қолданбалы өнері маңызын сипаттап баға береді. Жалпы сабағымызды бастамас бұрын материалдық мәдениет дегеніміз не? Материалдық мәдениетке нелер жатады? Осы сұрақтарға жауап беріп көрейік. Материалдық мәдениет жәдігерлерден, яғни адамзат жасаған заттардан және технологиялардан жәдігерлерді жасау жолдарынан тұрады. Материалдық мәдениетке баспана, киім-кешек, әшекей, қару-жарақ, қолданбалы өнер заттары, оның ішінде ыдыс-аяқ, тағам, ас салуға арналған заттар жатады. Қазақ халқының материалдық мәдениеттің ең үздік туындысы бұл киіз үй. Материалдық мәдениетіміз сонау көшпелі дәуірден басталады. Арғы ата-бабаларымыз, яғни сақ тайпаларының көшіп қонып, мал шаруашылығымен айналысқанын тарихтан білеміз. Киіз үй материалдық мәдениеттің басты көрінісі. Әрбір отбасы киіз үйді өздері жасап отырған және арба үстінде де болған. Бұл жерде қазақтың киіз үйі. Таныс болыңыздар. Қазақтың киіз үйі. Киіз үй 3 бөліктен құралады. Бірінші, үйдің сүйектері, яғни ағаштан жасалған бөліктері. Екінші, киіздері, бұл үйдің киізден жасалған бөлшектері. Үшінші, арқан баулары, оған баулары, басқұрлары және арқандары жатады. Киіз үйдің сүйектері. Кереге, киіз үйдің іргесін, шеңберін құрайтын негізгі бөлік. Үйдің берік, кең болуы керегеге байланысты. Керегені құрайтын ағаштарды желі деп атайды. Оның ұзыны ері, ал қысқасын сағанақ, балашық деп атайды. Желілерді тесіп, оны түйенің мойын терісімен, өгіздің бас терісінің сірісімен көктейді. Керегенің басы мен аяғы сәл шалқайтыла, ал ортасы дөңестеу болып жасалады. Дайын керегені қанат деп атайды. Керегелер бір-біріне таңғыш құр арқылы жалғасады. Керегелер сонымен қатар бас арқан арқылы өзінің беріктігін сақтап тұрады. Ол керегенің бас жағынан тартылады. Сәндік үшін және керегенің басы туырлықты қажамас үшін бас арқанның тұсынан басқыр жүргізіледі. Есік. Киіз үйдің 2 есігі болады. Ішкі есік сықырлауық ағаштан жасалады. Киіз есік. Ол киізден жасалады және сыртқы есіктің сыртынан жабылады. Киіз есік ашық кезде шиыршықталып, маңдайшаға жинақталып қойылады. Ағаш есіктің бөлшектері: маңдайша, 2 босаға, табалдырық, 2 жарма есік. Сықырлауықты жапқанда маңдайшада бекітілген айналмалы ағаш тиекті бақалақ деп атайды. Уық. Кереге мен шаңырақты қосатын бөлік. Уық алақаны, иіні, қары және қаламы деген атаулардан тұрады. Үйдің көлеміне сай 60-160-тай уық болады. Шаңырақ. Киіз үйдің жоғарғы бас бөлігі. Ол тоғын, күлдіреуіш, кепілдік деген бөліктерден тұрады. Киіз үй көшпелі халықтардың қысы-жазы отыратын өте қолайлы және төзімді баспанасы. Ол тез құрылып, тез жиналады. Қыста жылы, ал жазда салқын. Көлеміне және сыртқы кейпіне қарай әртүрлі болып келеді. Киіз үйдің негізгі қаңқасын киіз үйдің сүйегі деп атайды. Киіз үйдің құрылымы: бірінші шаңырақ, киіз үйдің күмбезді төбесін құрайтын ең жоғарғы бөлігі. Екінші кереге, бұл киіз үйдің қабырғалары. Үшінші уық, кереге мен шаңырақты ұстастыратын сүйегі.
сықырлауық киіз үйдің есігі. Үйді жауып тұратын киіздер түндік, үзік, туырлық деп аталады. Басқұр киіз үйдің бауы негізгі бекіту, біріктіріп байлау қызметін. Киіз үйдің түрлері. Орда салтанатты, жоғары мәртебелі адамдар бас қосатын, елдік мәселе шешетін, аса құрметті хан, би сұлтандар отыратын үй. Алтын орда 30 қанаттан тұратын ханның мәжіліс ордасы. Алтын үзік 24 қанаттан тұратын аса лауазымды хан отбасы тұратын үй. Ақшан хан 18 қанаттан және 12 қанаттан тұратын елбасылар, бай билер тұратын киіз үйлер. Ақ ала орда 8 қанатты дәулетті бай үйі. Ақ үй 6 қанатты дәулетті адамдар үйі. Боз үй, қоңыр үй 4-5 қанатты орташалар тұратын киіз үй. Қараша үй, кедей үйі, отау жас жұбайлар үйі. Сонымен қатар киіз үйлер 5 бөлікке бөлінген, яғни киіз үйдің кеңістігі. Оның біріншісі ошақ орналасатын аймақ, екіншісі қонақтарға арналған орын, үшіншісі ерлерге арналған, төртіншісі әйелдерге, бесіншісі босаға. Киіз үйдің дамуы сонымен қатар қазақтарда тек қана киіз үйде емес, сонымен оны пайдаланылатын қолөнер бұйымдарының да дамуына бірден бір әсер етті. Қазақтар алтыннан, күмістен, асыл тастардан, сүйектен әртүрлі зергерлік бұйымдар әзірлеген. Ұсталар қыз-келіншектердің сырға, сақина, білезік, шолпы, алға, қаптырма, шашбау бұйымдарын және қазақ ұсталары айбалта, қылыш, наркескен, сапы, селебе, қару-жарақ түрлерін соғып, сонымен қатар арнайы атты ер-тұрмандарын дайындаған. Қазақтар балаларына арнап арнайы сәнді ер-тұрмандар жасаған. Бұл жас баланың ат жалын ұстап, ержеткендігін білдіріп отыр. Бұл жерде қазақ қолөнерлері көрсетілген. Ат әбзелдері, күнделікті тұрмыста пайдаланылатын бұйымдар және ыдыс-аяқ түрлері. Қазақ халқының ұлттық киімдері. Бұл қазақ халқының ұлттық қолөнерінің ерекше туындылары. Ұлттық киімдерге байланысты жаңа сөздермен таныс болыңыздар. Күлпара, жел, су, суық өткізбес үшін басқа жамылатын киімнің түрі. Сәукеле, қыз балалардың, ұзатылатын қыздың киетін бас киімі. Қамқа тон, бай мырзалар киген әдемілеп тігілген. Оқушылар, сендерге тапсырма. Бірінші тапсырма. Қазақтың материалдық мәдениетіне нелер жатады? Шеңбер берілген және 4 бөлікке бөлінген. Әр бөлікке материалдық мәдениет түрлерін жазып және оған нелер жататынын нақтылап көрсетеміз. Екінші кестені толтырамыз. Бірінші бағанға қазақтың ұлттық ер адамдардың киімін жазамыз және екінші бағанға әйел адамдардың ұлттық киімдерін жазамыз. Үйге тапсырма. Параграф 53, 199-204 беттер. Сонымен қатар мәдениеті мақтанышым тақырыбына шағын эссе жазып, бұрынғы және қазіргі уақыттағы болған өзгерістерді байланыстырып, сабақтастық жасаңыз. Эссе 100 сөзден кем болмауы керек.